Бүгінгі тақырыбымыз Шыңғысханның немересі, мына Төлейдің бір ұлы Құбылай туралы, соның ұрпақтары туралы. Енді 1259 жылы кенеттен мөңке, кейбір деректерде Менгу деп көрсетілген, кенеттен қайтыс болғаннан кейін, мына оның інілері Құбылай мен Арықбұға билікке таққа таласады. Араларында соғыс болып, ақыры Арықбұға жеңіліп, Құбылай жеңіп, ол таққа отырады. Таққа отырғаннан кейін, біраз жылдан кейін, 1271 жылы, ол өзінің астанасын Қарақұрымнан мына Ханбалыққа, яғни Пекинге көшіреді. Осы уақыттан бастап, мына Қытайлар династия Юань дейді. Юань әулеті. Енді қандай себептерден көшірді? Оған менің ойымша бірнеше себеп болды. Біріншіден, мына Жошы және Шағатай, Үгедей ұрпақтары қарсы болды. Тіпті қарсы болған бір жағы 1269 жылы бұлар құрылтайға жиналып, өздері егеменді ел болды, жеке-жеке. Және бұлар Хулагу мен Құбылайға қарсы шықты. Екіншіден, мына Шыңғысханның інілері, солардың ұрпақтары, мынау Шыңғысханның атасынан санағанда 7-ші буындары осы Құбылай кезінде өмір сүрген. Осылар жаппай бүлік шығарып Құбылайға, ол бүліктері белгілі болып, Құбылай көбін жазалады және жер аударды. Үшіншіден, мына туған інісі бір әке бір шешеден болса да, Арықбұғаның 4 баласы, олар осы Алтай жақта тұрған болу керек. Бұлар да құлшынып, жағдайы болса қарсы шығуға дайын. Оны Құбылай білген болу керек. Сөйтіп, өзінің ағайын туыстарынан тірек болмағасын, қауіп болғандықтан, мына Құбылай өзінің астанасын мына Пекинге, Ханбалыққа көшіруге мәжбүр болған деп мен санаймын. Екінші бір себеп, үлкен себеп, ол кезінде мына қазіргі Қытай жалпы 3 мемлекеттен тұрған. Бұл сол уақытта. Бұл Сися, Таңғұттар мемлекеті басып алынды. Одан кейін Цзинь, алтын мынау Жүржендер мемлекеті. И одан кейін оңтүстік Сун. Жалпы солтүстік Қытайда сол кезде шамамен 40 миллион халық тұрған. Ал оңтүстік Қытайда бұдан да көп болу керек. Осы үлкен мемлекетті басып болғаннан кейін енді басқару керек. Сол үшін мына астананы жақындатып Ханбалыққа көшіруге мәжбүр болған деп санаймын. Сөйтіп, Құбылай өзі ұзақ өмір сүріп, 1294 жылы 83 жасында қайтыс болады. Оның 12 баласы болған. 12 баласы болғанда, тарихта қалғаны 4-еу, бұлардың аналары мына Чаби, Рашид Адин Чабун хатун деп көрсеткен, бұл Қоңырат руынан. Қоңырат руынан мына Бөртеннің інісінің қызы болу керек, Чаби. То есть шыққан жері мықты. Осыдан 4 бала. Міне, мен Рашид Адиннің жұмысының негізінде таблица, схема құрдым. Біздің 8-ші буынның синдромы гипотезамыз бойынша Шыңғысханның атасынан санағанда, мынау 7-ші буында үлкен жанжал, күрес, таққа күрес басталуы керек. Ал Шыңғысханның көзінен санағанда 7-ші буында бұлар 7-ші немесе 8-ші буында биліктен айырылулары керек. Ал тексеріп көрейік. Міне, көріп тұрсыздар, егер де біз мына Шыңғысханның атасынан санасақ, 7-ші мына Құбылайдың 4 ұлы, бұл Джорджи, Джинким, Намукан және Маңғал.
Джорджи ерте өлген, оның баласы ананда ауырып өлген. Джим Кимнің міне 3 баласы, қан бала, Тимур, дарма бала 7-ші, және мына Маңғал кім Микулан деп көрсеткен Рашид ад-Дин. Оның да 3 баласы болған. Соның біреуі анда бұны мына таңғұттардың жеріне жіберген Құбылай кезінде басшы болуға. Сөйтіп Құбылай өлгеннен кейін 1 жыл оның үлкен әйелі Көкчин Хатун Қоңырат руынан елді басқарады. Міне көріп тұрсыздар, 7-ші буын Қамбала, Тимур, Дармабала және мына Маңғалдың балалары. Соның ішінде ананда. Бір-бірімен билікке таласты ма? Әрине таласты. Мына құрылтай шақырған кезде Қамбала мен Тимурдың арасында күрес болады. Жанжал өршіп кетпеу үшін мына Көкчин Хатун айтады, кім Шыңғыс ханның білгін жақсы біледі, сол хан болсын деп. Бәрі соған келісіп, ақыры Қамбала кішкене кекештеу болады дағы, ол жеңіліп қалады. Сөйтіп Тимур хан болады. Тимур хан болғаннан кейін көп өмір сүрмейді. 1307 жылы бұл кенеттен қайтыс болады. Оның Рашид ад-Дин көрсеткен 2 баласы, Тиси Тайшы және Тағайлан, бұлар өлтірілген болу керек. Енді Тимур өлгеннен кейін мына ананда 7-ші ғой. Ол Тимурдың әйелі Бұлу ханмен бірігіп бүлік шығарады. Ақыры сол бүлік басылып, мына Дарма баланың, ол 7-ші көрдіңіздер, баласы билікке келеді. Хайшан. Кейбір деректерде Хайсан деп көрсеткен. Енді Шыңғыс ханның өзінен санасақ, міне көріп тұрсыздар, мұнда бірнеше жаңағы ұрпағы хан болған. Ол мына оң жағынан санағанда Шиде бала. Бұл Шиде бала жас кезінде билікке келген, бірақ бұл реформа жасап, мына Қытайдың мәдениетін енгізген, Қытайдың мына адамдарынан басшылыққа қойған, бірақ та көтеріліс болып, бүлік болып, бұл өлтіріледі. Мына қарама-қарсы көріп тұрсыздар, Раджабига, Исун Темурдың баласы. Бұл 8 жасар. Осы жақтастары бұны хан қойып, соғыстың кезінде, ішкі соғыстың кезінде бұл жоғалып кетеді. Өлген жері белгісіз. Енді 7-ші міне Хошила мен Топ Темур, ағайын денелі. Мына Топ Темур хан болады, алысып жүріп, өзінің ағайындарымен соғысып жүріп. Бірақ та бұл хан болған кезде, Хошила үлкені, бұл Монғолиядан келіп, өзінің құқығым бар деп, бұл жолым үлкен деп, соным кейін Топ Темур інісі соған келісіп, Хошила келгеннен кейін, 4-5 күннен кейін у беріп өлтіріледі де, Топ Темур қайтадан хан болады. Сөйтіп, міне 7-шілер, Шыңғыс ханнан санағанда 7-ші буын, бұлар да таққа таласып, ақыры бір-бірін өлтіреді. 8-ші, міне Арандатар және Ележебе, бұлар да өлтірілген болатын. Ележебе 43 күн жаңағы таққа отырғанда өлтірілген, ал Арандатар оны тек қана мына хан болады деп алдын ала айтылған болатын. Ол да кенеттен өлтіріледі. Ал Елтегус Топ Темурдың мына баласы, оны шешесі, анасы Бұйдашира Қоңырат руынан хан болуға қарсы болып болдырмайды. Сөйтіп, бұлардың ұрпақтары бір-бірін қырып тастағаннан кейін Кореяда жүрген Тоған Хошиланың баласы 13 жасар Тоған Тимурды шақырып, соны таққа отырғызады. Осы кезде бұлар бір-бірлерін қырып әлсіреген кезде өздерінің араларынан мына Ананданың ұрпақтары, тағы да басқа 8 ұл болды ғой. Солардың ұрпақтары көтеріліс жасап, 7-шілер бұлар. Мына бүкіл Қытайда өте әлсірек болады. Сол кезде Қытайлар көтеріліп,
мына Тоған Темурды Монғолияға қуып шығады. Сөйтіп Тоған Темур 1-2 жыл болады дағы, ол өледі. Одан кейін оның үлкен баласы Билікті хан және одан кейін Усқал екінші баласы. От екінші баласын өлтіреді мына қытайлар емес, оны өлтіретін мына кім Арық бұғаның ұрпақтары. Сөйтіп мына Құбылайдың да ұрпақтары 8-ші буынның синдромы себебінен тарихқа кетеді.